Достар, арнаға лайк басып тіркеліп, видеоларды бөлісіп, жақсы коммент қалдырып, қолдау білдіріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Шөп жемейтін қой. Ертеде бір тақуа ізгі жан біреуге қойын сатыпты. Сатып алған кісі біраз уақыттан кейін қойды әкеліп тұрып, әлгі ізгі жанға қойыңды қайтып ал, себебі шөп жемейді. Тақуа кісі оған шөп жемейтінін қайдан шығардың деп сұрағанда, сатып алушы адам, оны маған қатысы жоқ, бір егінге жайылуға алып барып едім, аузын ашпастан бірде-бір рет шөп жемеді. Сонда тақуа кісі оған, ей мырза, жағыңыз істепсің, біліп ал, кісінің еккен егінін жеу біздің қойларымыздың да әдет емес. Адал тапқан ақшаңа сатып алған шөпті бер. Әлгі кісі барып, айтқандай істеп еді, қой шөп жей бастапты. Демек, өз заманында мұсылмандардың адал азық мәселесіне көңіл аударған жандардың иелігіндегі малдарына да әсері тиген. Ризықтың адалын таңдау өмірдің нұры, көңілдің қуанышы, қолшылықтың рухы, әрі жүректің қалби сәлеммен жетілуінің ең басты шарты. Харам ризықтар жан дүниенің күйреуімен өкініштерге апарып соғады. Алла біздерді адал ризығынан айырмасын. Әмин. Достар, арнаға лайк басып тіркеліп, видеоларды бөлісіп, жақсы коммент қалдырып, қолдау білдіріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді.